жоқ. Аны басам мен квадрат. Қазір басып қойма. Әлі емес. Өзім баса салам жарайды. Әлі емес. Точно кажется. Я повысил. Басталды. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға қайырлы кеш, құрметті Невов компаниясының бренд серіктестері, қалдарыңыз қалай? Сәл бір 2-3 минут тосайық, сосын эфирімізді бастайтын боламыз, е? Қайырлы кеш, Жанна ханым, қалыңыз қалай? Ақтауда менің лидерім Жанна ханым. Қалыңыз қалай болып жатыр? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ертең Катар еліне ұшамыз. Барлықтарыңыз жақсылап дайындалып жатсыздар ма? Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Бизнестеріңіз қалай жүріп жатыр? Енді бір 2 минут тосайық, сосын эфирімізді бастайтын боламыз.
Жақсы, Жанна ханым, Катарға жолға дайындалып жатырмыз дейді. Барлығымызға Алла тағала жолымызды, жолаушылардың жолын ашық қылсын, аман есен барып қайтайық, күшті көңіл күймен, тамаша эмоциямен әлем көріп келейік компания тарапынан, барлығымыз. Енді о жердегі эмоция басқандай болады ғой, айтып жеткізе алмаймыз. Сондықтан да барлығымыз мейлінше ондай жерге барғанымыз дұрыс болады. 1 минут тосайық, 1 минуттан кейін эфирімізді бастайтын боламыз. Зүлфия ханым, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Гүлсара ханым, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, онда уақыт бізде тығыз, сондықтан біз мейлінше уақытымызды тиімді пайдалануымыз керек. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы кеш деймін. Кештеріңіз көңілді әрі сәтті болсын барлықтарыңызда. Менің есімім Айжан. Нивейв компаниясының бренд серіктестігімін. Қазіргі таңда директор 1 жұлдыз статусындамын. Астана тұрғыны және осы Нивейв компаниясында толық мен осы бизнесті жұмыс жасап жатқаныма 1 жыл 10 ай болыпты. Қарап отырсам 1 жыл 10 ай тез өте шығып кетті мен үшін, Сондықтан да барлықтарыңызға енді чатқа қосылып атқан Нивейв компаниясының бренд серіктестеріне қайырлы кеш деймін. Бүгінгі сіздерге тікелей эфирға шығу маған бұйырыпты. Мен өзім өте толқыныста отырмын. Бұндай эфирді біз көп жүргізе бермейміз. Сондықтан да бүгінгі жәнегі менің осы прямой эфирді Инстаграм арқылы жүргізетін тақырыбым аты жетістікке жетудің жолдары, Өйткені мен осы компания тарапынан жалпы жәнегі өткен жолдарыммен бүгінгі таңда 1 сағаттың ішінде сіздермен бөлісетін болам. Өте қуаныштымын. Жалпы өздеріңіз көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Катар еліне дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Әркімде қазір чемоданный настроение болып жатқан шығар, барлықтарыңыз дайындалып, жәнегідей күшті көңіл күйлермен, таңда атыра алмай, күшті эмоцияға толы болып жатқан шығарсыздар. Жалпы өзінде менде сондай жағдай, көңіл күй өте күшті. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, аман есен барып қайтайық, жаңа ел көріп қайтамыз, соны келіп адамдарға жеткізетін боламыз. Жақсы, сағат 21:07, уже 7 минут уақыт өтті. Енді чатқа қосылып атқан жәнегі қонақтарымыз болатын болса, тағы да өзімді бір таныстырып өтейін. Есімім Айжан. Нивейв компаниясының бренд серіктестігімін. Қазіргі таңда директор 1 жұлдыз статусындамын. Астана тұрғыны болам. И осы компанияда, Нивейв компаниясында мен ровно 1 жыл 10 ай жұмыс жасайды екем. Уже 2 айдан кейін 2 жыл болады мен компанияда жұмыс жасап жатқаныма, И осы компанияда қалай келдім, қалай жұмыс жасадым, қалай жетістіктерге жеттім, бүгін сіздермен мен бөлісетін болам. Енді уақытымызды тиімді пайдаланып, бүгінгі эфирімізді жалғастыратын боламыз. Енді қарап отырсаңыз, қазір қандай компанияда жұмыс жасап жатырсыз, қандай компанияда сіз әрекет жасап жатырсыз, жетістікке жетуге сіз қандай және өз тарапыңыздан қандай да бір өзіңіз жәнегі спонсор жол көрсетуші болса, сіз өзіңіз қандай жұмыс жасап жатырсыз, Өйткені әр адам бір жетістікке жету үшін ең бірінші жауапкершілікті өзіне алу керек екен, Тем более бұндай жәнегі MLM бизнес деп атаймыз ғой қазіргі таңда, сетевой маркетингта қандай да бір жетістікке жету үшін адам ең бірінші жауапкершілікті өзіне алу керек екен. Яғни спонсор жол көрсетеді,
ары қарай бизнестің жүру жүрмеуі, қалай сіз дөңгелетіп жатырсыз, қалай сіз оны қаншалықты көңіл бөліп жатырсыз, қаншалықты сіз біліміңізге жәнегі өзіңіздің бизнесіңізді дөңгелетуге қандай сауатты білім алып жатырсыз, ілім алып жатырсыз, ол жеке тікелей өзіңізге байланысты. Яғни қандай да бір жетістікке жету үшін ең бірінші жәнегі тұрақтылық пен дисциплина и жауапкершілік керек екен. Енді қарап отырсақ, қазіргі таңда Нивойв компаниясы Қазақстанға заңда тіркелген, өзінің мекен жайын алған, жәнегі өнімдер жоғарғы санаттан, премиум качество дейміз ғой, сапалы өнімдер болғандықтан, біз ол өнімдерді адамдарға ұялмай ұсына аламыз. Өйткені қазіргі таңда қарап отырсаңыз, не көп сетевой компаниялар көп, не көп өнімдер көп. Сондықтан да ең бірінші сіз таңдау жасайтын кезде, қандай да бір MLM бизнесінде сетевой компанияда жұмыс жасаймын десеңіз, бірінші түрде өнімнің құрамын, значит, сапасы, жәнегі құндылық деген болады ғой. Вот сол егер құнын жақсы сіз меңгере алатын болсаңыз, ол өнімді сіз әрбір адамға ұялмай дәріптей аласыз. Соның бірі, мен айтушым, Нивойв компаниясы бұл қазақтың маңдайына біткен үлкен жәнегі кішкентай ғана қысқа ғұмыры болса да, басқа салыстырмалы түрде, басқа сетевой маркетингпен компаниялармен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, біздің компания өте аз мерзім ішінде үлкен жетістіктерге жетіп келеді. Қанша мемлекетке заңды түрде кіріп жатыр, қанша өнімдерді бір жыл 10 айдың ішінде халыққа ұсынып жатыр. Тек қана біздің Қазақстан емес, көрші мемлекеттер жәнегі Қырғызстан, Өзбекстан деген сияқты, Қытай ел, Ресей елдерінде және алла жазса осы биылғы жыл Европада заңды түрде ашылады деп жатыр. Соған қазір біз болып әрекет жасап, осы компанияның өсуіне, өнуіне, халықтың жәнегі сұранысқа ие болуына біз қазіргі таңда компанияда бренд серіктес болып, сіз болып, біз болып жұмыс атқарып жатқан жағдайымыз бар. Енді компанияның жалпы ішкі жәнегі маркетингі деп айтамыз ғой, жәнегі заңды түрде тіркелгеннен кейін, ол компанияның өзінің арнайы бір маркетингі бар. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, біздің сетевой жәнегі MLM бизнестағы осы қазіргі таңдағы Нивойв компаниясының жәнегі айырмашылықтары көп. Бізде активация жоқ, каталог жабу жоқ, ай жабу жоқ, көбінесе жәнегі системасы бойынша, өзінің айтып отырған маркетингі бойынша лидер өсіру жоқ, выращивать лидері деген біздің компанияда мүлдем жоқ екен. Мен осы жолы жәнегі Аягөз қаласында өзімнің кішігірім арнайы бір компанияның жәнегі офис тренинг дейді ғой, кішкентай офисі бар. Ол жерде өзімнің артынан келе жатқан менің ізбасарларым, жәнегі серіктестерім, компанияның бренд партнерлары аздап кішкентай жетістіктермен өздерінің жұмыс жасап келе жатыр. И сол кезде бізде офисқа мен почти 5 күн болдым, ол Аягөз қаласында. Сонда әр компанияның жәнегі бір лидерлер келді. Вот сол жерде мен маркетингті ұсынған кезде ол кісілер прямо көңіл күйлері толып біздің компанияға және маркетингіне қандай керемет сіздердің компанияларыңыз. Бұндай компания Қазақстанда, мне кажется, ешқандай жерде жоқ деп, ол кісілер прямо өте мәз болып, разы болып кетті. Яғни, біздің компанияны қай жерде, қандай адамдарға ұсынсаңыз да ұялмайсыз, вот сол адамды разы қылады, что сен істеп жатқан жұмысыңның жемісі, жетістігі осы компанияның өнімінің сапасы, маркетингінің ешқандай жәнегі аяқтан шалу дейді ғой, сондай ешқандай бір артық кемшіліктері салыстырмалы түрде басқа сетевой компанияларға қарағанда жоқ екенін көріп, соған разы болып қайттым, что біздің компанияда ондай нәрсе жоқ деп. Енді қарап отырсақ, жәнегі компания өзінің өнімінің премиум качестводағы екенін біз әр кез адамдарға дәріптеп
повторный заказ жасағанда көреміз, сол кезде ол адамға сіз ұсынып отырған өнімнің құны мен құндылығын, өйткені көп өнімдерді ұсынып дәріптей бастасаңыз, адамдар айтып жатады. Көбінде сіздерде болатын шығар, ондай жағдай. Ой, өнім қымбат екен, қолжетімсіз екен, не деген қымбат деп, сонда мен адамдарға айтамын, өнім өте қымбат. Любой компанияда егер өнім сапасы жақсы болатын болса, ол өнімнің бағасы да соған сәйкес қымбат болады деп мен адамдарға уже айта бастаймын. Значит, мен құны мен құндылығын түсіндіре бастаймын. Что салыстырмалы түрде не көп компания көп болғандықтан адамдар уже қайсысын аларын білмейді. Арзанына қарай жүгіре бастайды. Одан кейін ол өнімнің арзан болғаннан кейін жәнегі құны мен құндылығын ажырата білмейді. Соған сіз алдыңызға келіп тұрған клиентті довольный партнер қылып шығарып жүретін болсаңыз, жәнегі өнімнен результат алдыртып, көрсетіп, сопровождать етіп жүретін болсаңыз, онда сіздің бір жәнегі істеп атқан бизнесіңіздің үлкен жетістігі деп айтасыз. Мен қазіргі таңда жетістікке жетудің ең бірінші жолдарының бірінші себеп осы менің өткен жолымның жәнегі жетістігі. Адамдарға бір өнім сатсам да, мен ол адамдарды сопровождать ете алам. Мен ол адамға барлық құны мен құндылығын түсіндіріп жеткізем. Что өнім құрамындағы жәнегі барлық ингредиент дейміз ғой, жәнегі қоспаларын сіз салыстырмалы түрде ол адамға ашып, жәнегі көзін ашып, санасына құйып беретін болсаңыз, ол адам алмай қоймайды. Ол адам міндетті түрде сізді өнім алады. Ал ол адамды сіз довольный қылып, жәнегі жан айқайын естіп, ол адамды үлкен результатқа шығаратын болсаңыз, ол адам еще сізге жәнегі өнімнен результат алғаннан кейін сіздің алдыңызға бірнеше өзі сияқты жан айқайы мен денсаулығында қандай да бір ағаттық болған жәнегі көмектесіп, сіз қол ұшыңызды бере алатын болсаңыз, ол адам сізге тағы да бір өзінің артынан неше клиенттарын ала келеді. Қазіргі таңда менің компанияда жұмыс жасап жатқан жетістіктерімнің бірі осы жәнегі ол адамды довольный клиент жәнегі результатқа шығару. Енді қарап отырсақ, бұл жәнегі жетістіктерімнің тағы бір екінші жолы қалай мен бұл бизнесті тиімді команда құрып жұмыс істей алдым. Өйткені сіз команда құрып үлкен бір жетістікке жету үшін сіз ол адамдарға, артыңыздан келген адамдардың каждыйына сіз өзіңіздің жәнегі тиімді бір табысқа шығып, сол жеткен жетістігіңізді артыңызда сізге еріп келген әрбір партнеріңізға, клиентіңізға сол өзіңіз тауып отырған доходтың жәнегі қалай сіз соны адамдарға ұсына аласыз, сол артыңыздан келген командаға сіз жауапты болып, ол адамды жәнегі оқытып, жетелеп, қолпаштап, әркез сіз ол кісіні мадақтап, өйткені бұндай компанияда жұмыс жасағаннан кейін жалпы команданы алып жүру, ол адамдармен қарым-қатынас жасау, ол адамдармен әркез тиімді, әркез жәнегі қатынаста болу, ол үлкен жауапкершілік. Өйткені сіз қазіргі таңда, егер сіз бизнесіңіз жүрмей жатқан болса, қандай да бір жетістікке жетпей жатсаңыз, сіз өзіңізден сұраңыз. Бұл бизнесте мен қаншалықты уақыт бөліп жатырмын, қаншалықты менің білімім сәйкес келеді деп. Өйткені біздің компанияның жәнегі жетекшілері дейді ғой, жәнегі спонсорлары, мысалы үшін менің қазіргі таңдағы спонсорларым Ұлан Аманбай, Гүлжан Аманбай, тікелей спонсорларым әркез бізді қолпаштап отырады, әркез бізді жетелеп отырады, әркез жол көрсетіп отырады. Сосын кейін ол кісінің айтқанын еш ренжімей, өйткені бизнес әр адамның өзіне керек.
спонсор ол сізге жол көрсетеді екен. Мен сол осы қағиданы 1 жыл 10 айдың ішінде жәнегі өзімнің санамнан өшірмей жүрем. Спонсор тек жол көрсетеді. Яғни Айжан, сен өз тарапыңнан қандай әрекет жасап жатырсың? Егер сіздің қазіргі бизнесіңіз жүрмей жатса, өзіңізден сондай бүгіннен бастап сұрақ қойыңыз. Мен бизнесімді ары қарай дамытып, жетілдіріп, үлкен статустарды бағындырып, жетістікке жету үшін мен қандай жұмыс жасап жатырмын. Мен күнделікті 12 сағатымды мен қаншалықты осы бизнесқа деген уақытымды бөліп жатырмын. Егер сіздің мынандай жәнегі біліміңіз болып, значит, мынандай ақшаны, яғни жетістікті, дәрежені сіз меңгере алмайсыз. Егер сіздің біліміңіз мынандай болса, өзіңізге құйған осы салада жұмыс жасап отырсыз ғой. Мысалы үшін бізде әрдайым бір қандай да бір компания тарапынан лидершиптар болады, семинар сабақтары болады, жай қарапайым осындай зум сабақтары болады. Сол кезде спонсорлар не деп айтады? Чаттарға бөліседі. Зумға кіреміз, команда кіреміз деп айтады. Көп адамдар саналы түрде, мен байқаймын, өзім командамда да болады. Зачем мен ол зумға кірем? Ол білімді мен уже бұрынғы осы Нивоев компаниясына дейін істеген проектларымда, сетевой компанияларда там келеді ғой, 5 жыл, 10 жыл бір білім жәнегі стаждарымен, сосын кейін айтады, зачем мен бұл зумға қатысам? Маған керек емес ондай лидершиптар, ондай семинарлар, мен ол жерден өтіп алғам, мен көріп алғам, мен ол білімнің бәрін білем дейді, ешқандай компания тарапынан жәнегі айтады ғой, лидершип семинарға барыңыздар десе, менде командамда кісілер бар. Ой, бармаймын, неге барам? Ол білімді мен осынға алдыңғы проектларда мен оқып, үйреніп, мен одан сендерден де жақсы білем дегендей мағынада айтады. Егер білем деген адамнан бізде спонсорларымыз айтады. Көп мен білем деген адамнан қорқыңдар дейді. Менің қазір таңда, мысалы үшін, мен осы 1 жыл 10 айдың ішінде жұмыс атқарып отырмын ғой, компанияда, и менің алдында ешқандай осынға дейін ешқандай проектіда, қандай да бір сетевой компанияда жұмыс жасап көрмеген. Менің традиционный бизнесім болды. О жерде де мен адамдармен коммуникация дейді ғой, жәнегі тіл қатысу, адамдармен сөйлесу, ұсыну, ол менде өзімде сол традиционный бизнестен қалып қойған жәнегі сәлде болсын опытым болды. Но бірақ та MLM бизнесқа келгенде мен түсіндім, что бұл жерде білім керек екенін. Енді қазір қарап отырсам, өзім жәнегі анализ жасайсыздар ма жалпы? Мысалы үшін мен анализ жасап отырам, қандай жетістіктерге жетіп жатырмын, сол жетістікке жету үшін мен қандай жолдардан өттім, жәнегі мен осы үлкен чекқа, үлкен статустарды бағындыру үшін мен өзімді қалай қамшылап жатырмын, қандай білім алып жатырмын, жәнегі спонсорын айтқанын мен жасап жатырмын ба, жасамай жатырмын ба, салыстырмалы түрде өзіммен келген қатарлас жәнегі параллельный команда дейді ғой, мысалы үшін солармен өзімді салыстырам. Ол адам осындай статуста, сен қандай статустасың деп, өйткені сіз өзіңізді жәнегі уақытпен жүрерсіз, алдапшы, уақытты созып, но бірақ та уақыт өтеді, көшбасшылар бір орында тұрмайды, олар алдыға қарай жылжиды, олар статустарды бағындырады. Вот сол сияқты да өзіңізді де бүгіннен бастап сұрақ қойсаңыз болады. Мен қандай әрекет жасап жатырмын өз тарапымнан, и мен всегда анализ жасап отырамын. То есть менің осынға дейінгі жетістіктерімнің жәнегі жетудің жолдарының бірі, мен анализ жасаймын. То есть қорытындылаймын. Өткен жәнегі 1 айдың ішінде не істедім, қандай оборот жасадым, қалай командамен жұмыс жасадым. Осы айда супервайзер, мен осыдан 3 ай бұрын супервайзер 5 жұлдызын жапқан кезде, ол кезде Шымкент қаласында үлкен лидершип болды, және ол жерде біздің партнерский советте бар ғой, директор жәнегі 3 жұлдызды Шымкент қаласының тұрғындары, Данияр Кемел, Жанар Кемел, осы кісілер компания тарапынан және өздерінің арнайы лидершип өтті. Сол кезде барған кезде мен өзіме мақсат қойдым. Мен енді директор 1 жұлдыз статусын бағындырып, сол белеске жетуім керек дедім. Яғни мен 3 ай бұрын бұл статус
жаққа жұмыс жасауға мен жәнегі мақсат қойдым, армандадым. Сол мақсатты мен іс жүзінде қалай жетілдірдім, қалай әрекет жасадым. Күнделікті мен жәнегі сөзім барысында айттым ғой, сіз қаншалықты уақытыңызды бөліп жатырсыз сол компанияның жәнегі бір жетістігіне жету үшін, статустарды бағындыру үшін. Офисқа барасыз ба, Zoom сабақтарына қатысасыз ба, біліміңізді шыңдайсыз ба, компания тарапынан дегенде лидершипқа барасыз ба, Zoom жәнегі офистағы арнайы бізде болады ғой, апта сайын, күн сайын арнайы мықты жоғарғы статустағы лидерлардың семинарлары болады. Көбі сондай семинарларға келмейді. Неге бара берем, одно и то же айтады, одно и то же бір өнімнің составын айтады, одно и то же бір маркетингті айтады дейді. Көбі елеңдемейді, құлақ қақпайды. Саналы түрде олар о жерде өзінің төбесін көрсетіп қайтпайды да. Ал жетістікке жетем деген адам, ол күнделікті білім алу керек. Күнделікті сіз ізденуіңіз керек екенсіз. Күнделікті жәнегі өнімдердің сапасын, құрамын, жәнегі ағзаға қалай қазіргі таңда кім қандай техниканы қолданып жатыр, кімде қандай отзывтар болып жатыр. Даже обычный клуб основатель деген бізде чат бар ғой, көптеріңіз білесіздер, лидерский чат болады. Біз сол жерде ылғи менің өзім тарапынан, менің сопровождениеммен, жан айқайыммен келген адамдардың отзывтарын сол жерге бөлісіп отырамыз. Чат сол үшін арнайы жасақталған. Ол чаттар бір-бірінің отзывтарымен, әрбір лидерлардың жәнегі осы таңдағы алып жатқан өнімдерден результаттарын, может бір адамдар былай жұмыс жасайды, үлкен чаттарға основной клиентский база қойып. То есть это клиентский чат деп. Сол жақтағы әр адамның, мысалы үшін бір адамда хронический аллергия болады, бір кісіде витилиго болады, баласында болады. Көп қой қазір аутоиммунный болезнь дегендер бар, И сол адамды жәнегі сопровождениесімен сол арнайы отзывтармен бөліседі. И ол отзывтарды чатқа салған кезде даже кейбір адамдар қарамайды о жерде, қандай отзывпен бөлістің, қандай өнімдерден сіз жәнегі клиенттарыңыз, базовый клиенттарыңыз қандай результат алып жатыр. Біз көп көңіл бөлмейміз. Даже чатта қандай статустарды бағындырып жатыр, біз о жаққа көп мән бермейміз. Потом жекесіне жазасыз ғой, жаңа сіз Zoom сабағына қатыстыңыз ба, о жерде қандай тақырып қозғалды, сіз кіре алдыңыз ба, жалпы уақытыңыз болды ма десе, мен оны алдыңғы чаттар аптада осылай врачтардың өткізгенінде мен оны көргем, оны естігем, мен уақытым болмады деп айту, мұңсылдауды айтып, сол бір сабақтарды жіберіп алатындар бар. Жетістікке жетем деген адам әрбір Zoom сабағын, әрбір лидершипті, әрбір семинарды, әрбір офистағы болып жатқан жәнегі үлкен лидерлардың өздерінің жеке опыттарымен бөліскенін, оны бармайды, уақыт табылмайды. Сондықтан да жетістікке жетем деген адам әрқашанда өзіне уақыт бөлу керек, білім алу керек, әркез өзін қамшылап отыру керек, әркез өзіне өзі сұрақ қою керек. Мен не істедім? Мен осындай статус жабу үшін мен өз тарапынан жұмыс жасадым ба дегендей. Енді қараңыздар, любой адам жәнегі жетістікпен еңбек дейді ғой. Жетістік бұл еңбек пен төзімнің жемісі. Осыны қалай сіздер түсінесіздер? Жетістік еңбек пен төзімнің жемісі. Өйткені жетістікке жетем дейді, адамдар жай айтады да қойып қояды, жабылып қалады. Сол беті ол адам, мысалы үшін арманы, мақсаты, осы компанияға келген кезде қаншама ол адам бір мақсатпен келді, жетістікке жетем деп келеді. Бірақ та сол жетістікке жету үшін ол адам еңбек етпейді көбі. Төзімділік жәнегі табандылық деп жатамыз ғой, настойчивость дейді қазіргі таңда. Настойчивость болмайды, ол адам қарамайды, мақсаты бәрі уақытша ғана болады.
иә. Өйткені қалай келеді сетевой компанияға, MLM бизнесқа көп адамдар эмоцияға келеді де. Мысалы үшін менің өзім пример қылып келеді, менің артымнан қанша жәнегі таныстарым болды, иә, қанша осы бизнесқа шақырған кезде сен қанша өзің табасың, жәнегі ақшаң қанша, жетістігің қанша деп сұрайды. Содан кейін енді ашық түрде айтасың ғой, осылай жұмыс жасайсың, әрекет жасайсың. То есть ол келіп ап, бірақ бір күнде байып кете алмайсың деп ашық шындықты айтқаннан кейін бір ай жүреді, 2 ай жүреді де, уже ол адам уже айтады, что-то өтірік мен істегім, это сетевой компания, это лохотрон деп. То есть әр адамда әрқалай түсінік пайда болады. Сонда жетістік дейді, бұл еңбек пен төзімнің жемісі. Яғни кім еңбек етеді, кім табандылық таныта біледі, кім қойған мақсатына жәнегі арман мақсатына жете білу үшін ол жерде де сіз еңбектенесіз, ол жерде де сіз төзімділік танытасыз, табандылық танытасыз, иә. Сондықтан да ең бірінші осы менің қазіргі таңдағы жетістіктерімнің тағы бір себепкері бұл еңбек ету. Әркез сіз еңбек жасайсыз. Еңбек еткен ерінбей, тояды қарны тіленбей деп кезінде ата-бабаларымыз жақсы сөз жарым ырысты ұрпағына өстіп қалдырған болатын. Сондықтан да төзімділік әркез жәнегі накопительный эффект деп жатамыз ғой қазірде. Мысалы үшін сіздің бүгінгі жасап атқан жетістігіңіз, еңбегіңіз бүгін бағаланбауы мүмкін. То есть сіз ол жасап атқан жұмысыңыздың жемісін сіз бүгін ертең көрмеуіңіз мүмкін. Но бірақ та накопительный эффект деген жұмыс жасайды екен. Накопительный деген ана накопится бүгін ертеңгіге, ертеңгі бүрсігінге, күндер жәнегі аптаға, апта айларға, айлар жылдарға. Солай мен жәнегі осы қазіргі таңда уақыттың зымырап өткенінен менің жетістіктерімнің бірі ол әрқашан еңбек ету, әрқашан өзіңе төзімді жәнегі табандылықты таныта білу. Қазір қарап отырсаңыздар, көп адамдар сондай жәнегі бір күшті эмоциямен келеді де, содан кейін уже табандылық таныта алмай қалады. Жәнегі маңдайынан терін шығарғысы келмейді, жеңіл ақша тапқысы кеп, уже қолын сілтеп жұмыс жасағылар келмейді де. Ол адам еңбек етпесе, жұмыс жасамаса, ол қалай жетістікке жетеді? Соны өздеріңізге бүгіннен бастап сондай сұрақты қойсаңыз болады. Яғни мен не істеп жатырмын жетістікке жету үшін? Мен табандылық танытып жатырмын ба? Мен жұмыс жасап жатырмын ба? Қаншалықты мен бұл компанияға өзімнің бизнесім деп қараңызшы. Бұл біздің Любовь компаниясы, ол әр адамның өзінің жеке бизнесі. Спонсор тек жол көрсетеді. Спонсор тек бар білгенімен бөліседі. Бірақ та сіздің бизнесіңіздің ары қарай дөңгелеп кетуіне спонсор толық 100% жауапты емес. Әр адам жауапкершілікті өзіне ала білгенде, әр адам өзінің жәнегі жігерін, мақсатын, ішіндегі стержен дейді ғой, жәнегі қайтпас қайсар мінезі болатын болса, бұндай компанияда жалпы MLM бизнесінде адамның жәнегі ішкі стерженімен анықтауға болады екен. Мен соған қазіргі таңда аз уақыттың ішінде көптеген артымнан келген әрбір клиенттарымның уже жалпы өзіңіздер сетевой компанияда жұмыс жасағанда психолог бола бастайсыздар, иә? Келісесіздер ме? Психолог бола бастайсыз. Уже әр адамның, партнердің сіз психологиясын толыққанды біліп аласыз. Мынаны айтып, осындай аптада осындай бал жасау керек, осы статусты бағындыру керек деп жәнегі бөлісіп айта бастайсыз ғой, артыңыздан келе жатқан жәнегі серіктестеріңізге. Сонда ол кісілерде уже сопротивление болады ғой, жәнегі ой, мен оны қалай жасайым, что-то маған мынау қиындау деген көптеген жәнегі нәпсілеріне төтеп бере алмай жатады. Содан кейін ол адамда табандылық мінез болмайды. То есть құлаған кезде тұра білу. Яғни қазір жасап атқан бизнесіңіз сізге ешқандай жетістікке сізді жетелемей жатса, сіз ешқандай өзіңіздің статустарыңызды, белестеріңізді бағындыра алмай жатсаңыз, яғни сіз құлаған кезде тұра ала білсеңіз,
ода да настойчивость, ол уже табандылық деп атайды екен. А көп адамдарда ондай жоқ. Құлаған кезде тұра алмайды. Көп сетевой компанияда адамдар солай эмоциямен көп адамдар келеді де, например, менің өзінің личный тіркеген адамдарым 400-ден асады. Соның қазір 100%-ның, даже мен сіздерге айтайын, бір 95% жоқ, 5% бар десем болады. Өйткені көбі келеді де, жәнегі ешқандай табандылық таныта білмейді, төзе білмейді, жәнегі жетістікке жету үшін төзімділік керек болды ғой. Ол адамда ол нәрсе жоқ, сосын кейін уже жұмыс істегісі келмей бастайды. Содан кейін мың сылтауын айта бастайды. Сіз тез жетістікке жеттіңіз, мен жете алмай жатырмын деген сияқты. Сіз қойыңыз өзіңізге сұрақтарыңызды. Не істеп жатсың сен жетістікке жету үшін деп. Енді сонда қарап отырсақ, қазіргі осы біздің Невев компаниясының жәнегі бизнесін кімдер жұмысшы атқара алады, кімдерге тиімді жалпы? Ол MLM бизнесінде жұмыс жасайтын, жалпы традиционный бизнесте жұмыс жасайтын, жалпы бизнестің сөзін, мағынасын түсіне білетін адамдарға бұл бизнес тоже традиционный бизнестің бір түрі. Яғни бұл жерде аз ақша саласыз, минимальный вложение, максимальный доход табу. Яғни традиционный бизнес сияқты сіз жүре бермейсіз. Сатылса сатылады, сатылмаса қояды деп. MLM бизнесте сіз біраз әрекет жасайсыз, өзіңізге білім құясыз, ілім құясыз, ізденесіз, оқисыз. Және сөзім барысында айттым ғой, лидершиптарға бару. Көбі лидершиптарға барғысы келмейді. Мен ең бірінші табыс тауып алайын дейді. Қазір мен чуть-чуть здесь заработаю, сосын барып өзіме білім құям, сосын барып мен компания тарапынан арнайы жәнегі семинарларына барам, лидершиптарына барам дейді. Ең бірінші қателік бұл жерде мен қазір табыс тауып алайын, сосын кейін барып тапқан ақшама білім құям дейді. Жоқ, ол мүлде қателік. Ол сіз егер сөйтіп қазіргі таңда сондай ұғыммен жүретін болсаңыз, сіз мүлдем онда қателесіп жатыр деген сөзсіз. Сіз пока біліміңізге жәнегі бизнесіңіздің ары қарай дөңгелеуіне, бизнесіңізді масштабына дамытуға, артыңыздан команданы ерте білуге, жетістіктерге жетуге, статустарды бағындыруға, белестерді бағындыруға сіз міндетті түрде бірінші білімді құясыз. Не так, ең бірінші ақша тауып алайын, сосын кейін мына жақтан білімді құям деп. Онда сіз сол қандай жәнегі қай статуста тұрсыз, сол статустан сіз қозғалмайсыз. Өйткені бірінші, өзі қазақта сөз бар ғой, оң қолыңмен бересің, сол қолыңмен аласың. Мына қолыңызбен білімді аласыз, өзіңізге құясыз, сосын кейін барып мына қолыңызбен сіз жемісін көресіз. Содан кейін барып сіз белестерді бағындырасыз. Содан кейін барып сіз командаңызға өзіңіз лидер бола бастайсыз. Содан кейін барып артыңыздан келген команда сізге қарап бой түзейді. Сіз пока өзіңіз ешқандай лидершипқа, сабаққа, семинарға, даже осындай обычный прямой эфирлар, зумға өзіңіз қатыспайтын болсаңыз, онда командаңыздан сұрамай қойыңыз, неге сен қатыспайсың деп. Потому что спонсор не істейді? Артындағы адам соны жәнегі дубликат жасап қайталайды. Сондықтан да қазіргі таңда табысты бизнес жәнегі құрудың құпиялары мен тәжірибесі осы кеңестер. Өйткені әр адам өзіне жауапкершілікті алып, өзіне білім құйып, өзі әркез ізденіп, даже мен сіздермен жәнегі бір 40 минуттың ішінде бағанадан бері бөлісіп отырмын ғой жетістіктерім. Соны даже бір қағаз бетке осылай алып, жазып, түртіп алып отырсаңыздар, менің айтқанымды, менің жәнегі өзімнің осы бір жыл 10 айдың ішіндегі жасап атқан әр адамның бизнесінің өзінің бір фишкасы болады. Фишка дейміз ғой, қолданатын бір жәнегі бизнестағы фишкасы болады. Мен сіздерге және сөзінің барысында оны сіздерге талдап, жіктеп бөлістім. Яғни біліммен бөлісу, адамдарға айту, білімге жадный болмау, оның өзі бір Алланың берген сауапты
бизнесі жәнегі жасап атқан бизнесіміз сауапты ғой. Сол білімімізбен бөліскен сайын біз үлкен сауаптарға кенеледі екенбіз. Вот соны мен осы қазіргі таңда осы Ньювейв компаниясының арқасында мен осындай компанияда жұмыс жасап жатып, өзімді қазір білгеніммен адамдарға айтқым келіп, бөліскім келіп, әрбір жәнегі біздің семинардағы, лидершиптағы, зум сабақтарындағы білген білімдеріммен жәнегі алдыма келген, мағам шыққан, өзінің жан айқайымен жәнегі ауруына шипа іздеп жүрген адамдар болады ғой. Мысалы үшін мен жәнегі традиционный бизнесте менде инста парақша деген болмаған жалпы. Инста парақша жәнегі соцсет жүргізу деген осы компанияға келген кезде ғана біле бастадым. Не ол деп Сонда қарасаңыз қазіргі инста парақша арқылы да маған жекеме жазатын адамдар болады ғой. Сізден D3 алайын деп ем. Сіздің парақшаңызда көптеген D3 туралы отзывтарыңыз бар екен. Жалпы сіздің D3-іңіздің жәнегі құны қанша тұрады, қалай алам деген адамдарда сол адамдарды ары қарай жетілдіріп, жәнегі өнімнен результатын салыстырмалы түрде компания жәнегі арнайы біздегі чаттар көп қой, клуб основатель, сол жерде біз көптеген параллельно біздің командалар бар ғой, әр қалада мықты лидерлер бар, мықты біздің нутрициологтар бар. Семей қаласынан, например, Лаура ханым бар, өзімнің жерлесім. Біздің мықты нутрициолог Мөлдір Бекебайқызы бар. Вот осы кісілердің сопровождениясымен, жәнегі ұсыныстарымен, әрбір өнімдерден алған результаттар, отзывтар, вот чатта көп бөліседі сол кісілер. Даже мен таңғалам, кейбір адамдар бар, даже чатты оқымайтын адамдар бар екен. Отзывтарды жіберсең де қашан жібердің, мен байқамадым дейді. Сондай немқұрайлы, ол значит ол адам содан ақ білуге болады. Значит ол адам ешқандай бизнесқа көңіл бөлмейді. Ешқандай бизнесқа ол жәнегі күнделікті жұмыс жасамайды деген сөз. Яғни сіз қандай да бір бизнесіңіздің жетілдірмей жатсаңыз, ешқандай бір жетістіктерге жетпей жатсаңыз, онда сіз ешқандай ренжімей ақ қойыңыз спонсорыңызға. Онда өзіңізге ренжіңіз. Мен не істеп жатырмын деген сұрақты өзіңізге қойыңыз бүгіннен бастап. Өйткені қараңызшы, әрбір жерде, мысалы түрде айтайыншы, мысалы үшін сіздер үйлеріңізде тамақ жасайсыздар ғой. Обед уақытын жасайсыздар, кешкі ужин жасайсыздар, семьяларыңызға, бала-шағаларыңызға. Вот сол тамақты жасап тұрғанда сіз не істейсіз ең бірінші? Сіз махаббатпен жасап, көңіл бөле бастайсыз ғой. Ол тамақтың дәмді шығуы, тұзының шығуы, жолдасыңыздың көңілінен шыға білсем, осы жасалған тағам бәріне ұнаса деген сізде бір ішіңізде сондай бір ілтипат жәнегі махаббатпен сіз сол тамақты дайындап шығасыз. Содан кейін сізге айтады, ой, тамағың дәмді бопты, керемет, бүгінгі жасаған тағам маған өте ұнады, рахмет саған деп сізге алғысын айтып атады. Балаларыңыз айтады, жәнегі жаныңыздағы жолдасыңыз айтады. Сіз не істейсіз? Бір дофамин гормонын алып, рахаттанасыз. Вот сол сияқты бизнесте де солай ғой. Сізде солай қараңызшы, бұл бизнесіңізға жасап атқан махаббатпен қараңызшы. Менің бизнесім дөңгелес екен. Бүгін мен қандай адамға өз тарапынан көмек жасай алам? Мен кімді бүгін қуанта алам? Кімге мен өнімді дұрыс ұсына алам? Кімге мен өнімді жәнегі толыққанды оның құрамын жәнегі компаниялардың басқа компаниялардан айырмашылығын мен ол адамға ұсынып жеткізе алам деген осындай бір махаббат болатын болса, сіздің бизнесіңіз махаббатқа толы болады. Яғни сіздің бизнесіңіздің сіз жемісін көре бастайсыз, жетістігін көре бастайсыз. Сіз жәнегі статустарды, белестерді бағындыра бастайсыз. Яғни сіз уже профессионал бола бастайсыз. Сіз өз жасап атқан бизнесіңіздің уже жемісін көре бастайсыз. Өйткені жеміс, және мен айттым ғой, жетістік бұл еңбек пен төзімнің жемісі. Яғни жетістікке жету үшін адам еңбек ету керек, төзімділік таныту керек, табандылық таныту керек. Ол адам жәнегі настойчивость дейді ғой. Прямо құлаған кезде тұра білу керек. Енді жәнегі
жетістік деп айттық, иә. Сонда адам өзімен күресу керек екен. Өзіңмен күрес, жетістікке жетем десең дейді, өзіңмен күрес дейді. Яғни қалай ол, сіздер қалай түсінесіздер өзіңмен күрес дегенді? Өзіңмен күрес деген жәнегі жалқаулықпен күресу. Өзіңізді, егер бүгінгі таңда сіз жетістікке жетпей жатсаңыз, значит өзіңізден ізденіңіз. Сіз қандайсыз, жалқаусыз ба, или жәнегі еңбекқорсыз ба дегендей сондай мағынада ғой. Өйткені көп адам жетістікке жету үшін өзін кінәламайды, жетістікке жетпей жатса. Жәнегі осы компанияға шақырған, осы компанияны дәріптеп жатқан, там басшылары дұрыс емес, спонсор дұрыс емес, олар не то делает деген сияқты, иә. Бірақ та жетістікке жету үшін сіз өзіңізбен күресуіңіз керек екен. Өзіңіздің жалқаулығыңызбен күресетін болсаңыз, ол деген қалай түсінесіздер сіздер? Жәнегі өзіңмен күрес деген офисқа бару, жұмыс сабақтарына қатысу, иә? Тағы да қайталана беретін нәрсе ғой, былай қарап тұрсаңыз. На самом деле содан ақ білінеді сіздің өзіңіздің жалқаулығыңызды жәнегі жеңе білу. Әр адам сол өзінің жалқаулығымен, нәпсісімен, жәнегі нәпсі ғой бәрін бізді басып тұратын, иә. Бармай қой, офисқа зачем барасың, оқымай қой, неге оқисың, сол жұмыс сабағына қатыспай қой, ол күнделікті болып жатқан сол бір нәрсе, бір тақырыпты, бір маркетингті, бір өнімді қайталай береді, сен оны қарадың, конспект қылып сан рет жаздың деген сияқты. Ол жәнегі өзінің жалқаулығымен күресе алмаған адам ешқашан жетістікке жете алмайды. Тағы бір айтатын сөз, иә, кім тәуекел етпейді, сол табысқа жетпейді. Оны қалай түсінесіздер? Кім тәуекел етпейді? Тәуекел етпейді деген даже сол жәнегі өзін өзі қамшылау, өзін өзі жетілдіру, өзін өзі біліммен сусындандыру, өзін өзі қандай да бір компания тарапынан болып жатқан лидершипқа жәнегі тәуекел етіп баруы, өзін өзі жәнегі офиста болып жатқан семинарларға, сабақтарға, жалпы офисқа барып, егер сіздің бір клиентіңіз болмаса да, иә, офисқа встречаңыз болмаса да, бизнес партнермен кездеспесеңіз де, сіз күнделікті офиста 2-3 сағат арнайы уақыт арнап, сол жақта жұмыс жасап, жәнегі параллельный командаларда қыздар болады ғой, солардың жеке өздерінің бизнесін қалай дөңгелетіп жатыр, олар қандай жетістіктерге жетіп жатыр, соның бәрімен алмасып, опыт дейді ғой, опыттарымен алмасып, жай ғана барып, кофе ішіп, олармен қалай болып жатыр бизнестарын деп опыттармен алмасатын болсаңыз, оның да өзі жәнегі табысқа жетелейді, сізді қамшылайды. Сіз уже білесіз, офисқа барсам, жәнегі қандай отзывтармен бөліседі, өздерінің жетістіктерімен бөліседі, қандай да бір жәнегі результаттармен бөліседі деген сияқты, иә. Көбіміз қазір не істейміз? Қайдағы тәуекел етпейміз ғой, барғымыз да келмейді. Офистің айына бір рет бір офисқа келіп өзінің төбесін көрсетіп кететін партнер клиенттер да бар, оларға да таңғалмайсыз. Егер сіз жетістікке жетем десеңіз, алдыңызға қойған мақсатыңызға жетем, арманымды орындайым, осы компанияның барлық белестерін бағындырам, жәнегі мысалы үшін біз ертең алла жазса Катар еліне жолға шығамыз, иә. Вот компанияның үлкен сіздің осынға дейінгі істеген жемісіңіздің, жұмысыңыздың, табандылығыңыздың арқасында сіз әрқашанда ізденіс, білім, өзіңізді сусындандырып, әрқашанда жәнегі ешқандай лидершипті событияларды өткізбей қатысып жүргеннің жетістігі, ең бір жетістігі, ол жәнегі компания тарапынан ұсынып отырған travel бал, travel путешествие. Соның өзі ертеңгі баратын 100 бәленбай адамның барлығы олар жетістікке жеткен адамдар. Олар қандай да бір осы қысқа уақыттың ішінде ол адамдардың компанияда жәнегі компанияның дамуына өз үлестерін қосқан
бренд серіктестер, біз ол кісілермен мақтанамыз, біз ол кісілермен ол кісілердің жетістіктеріне қуанамыз. Ол адамдар жай ғана жүрген жоқ, қандай да бір кезінде тәуекел етті, сол табысқа жету үшін, сол белестерді бағындыру үшін, сол арман мақсаттарын орындау үшін ол адамдар әрекет жасады, күнделікті ізденді, маңдайынан терін шығарды. Яғни ол адамдар бір спонсорды ғана кінәлап қойған жоқ, бір компанияны ғана кінәлап қойған жоқ. Өтірік бұл компания. Бұның басында келгендер жұмыс жасайды, астындағылар соларды өсіреді, өндіреді, жетістікке жетілдіреді, жеткізеді деген жоқ. Ол адамдар өз беттерімен спонсордың жол көрсетуімен ол адамдар да қандай да бір жетістікке жетіп, сол жетістіктің, сол еңбектің жемісін ол кісілер осы 7 күндік саяхатта көретін болады. Вот қандай күшті, былай қарап тұрсаңыздар. Былтыр біз Малайзия еліне бардық қой, компания тарапынан октябрь айында. Былтыр біз примерно 50 адам ба сондай бардық. Биыл 2 есе адамдар көп. Уже адамдар новый партнерлар келеді, новый клиенттар келеді, бизнестарын жақсы дөңгелетіп жатып, белестерді бағындырып жатыр. Сол белестерін бағындыра отырып, компанияның тревел саяхаттарын арнайы өздерінің берген компания тарапынан ұсынған балдарын уақытында жасап, үлкен жетістікке жетіп жатыр. Өте қуантарлық жағдай ғой. Бұл дегеніміз, бұл жай ғана бір ғана нәрсе емес, бір күнде келіп, барлық белестерді бағындыра салған жоқ ол адамдар. Ол адамдар қаншама уақыт өздеріне қойған мақсаттарына жету үшін, армандарын іске асыру үшін ол адамдар қанша белестерді бағындырды. Ол адамның артында жүріп өткен жолын сіз бен біз әлі біле бермейміз. Сондықтан да бұндай компанияларда жұмыс жасаған кезде әр адам өзіне жауапкершілік алып, өзінің мақсатын айқын болса, ол мақсатына жете білетін болса, характер дейді ғой, ішкі табандылығы болатын болса, ол адам елеусіз қалмайды. Мен соған өзімнің қазіргі таңдағы осы жетістіктерімнің бір себепкері, ол сенің істеп жатқан жұмысың, ол күндер емес, апта емес, айлар емес, жыл бойы ол накопится. Вот депозитқа ақша саласыздар ғой сіздер, например. Депозитқа артық ақшаларыңызды салып қоясыздар де, ол депозитті ақшаларыңыз банк тарапынан өзінің пайызын беріп, үлесін беріп, сіздің ақшаңыз накопить етесіз. Сол сияқты бұндай бизнесте жұмыс жасаған кезде сізде накопительный эффект деген қалыптасып кетеді екен. Сол накопительный эффекттің бірден бір дәлелі, бірден бір айқын көрсеткіші, ол біздің ертеңгі Катар еліне кететін 100 адамның баратын мақсаттарының бірінің орындалғаны болып тұр. Сондықтан да жетістікке жетем десеңіз, бүгіннен бастап өзіңізді қамшылаңыз, әркез өзіңізді мадақтаңыз. Егер сізде қазір болмай жатса, егер сізде қазір бизнесіңіз дөңгеленбей жатса, қазір сізде ешқандай энергия, құлшылық болмай жатса, қазір сізде бизнесіңіздің жемісін көре алмай жатсаңыз, қазір сіз ешқандай статусты, белестерді бағындыра алмай жатсаңыз, яғни сіз ертеңнен бастап план жоспарыңызды, мақсаттарыңызды тағы бір қарап шығыңыз. Сіз өз тарапыңыздан не қателік жасап жатырсыз, қалай жұмыс жасап жатырсыз, білім алмай жатырсыз ба дегендей, сөзім барысында осыны жіктеп сіздерге айттым ғой. Соның бәрін арнайы бір өзіңіз түйсігіңізден, ойыңыздан бір өткізіп қарап шығыңыз. Неге менде болмай жатыр деген сияқты. Өйткені жетістікке жету үшін адам әркез ізденіс, білім жолдарын өзін сусындатып отыру керек. Сондықтан да барлықтарыңызды құрметтеймін, барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтам. Бүгін менімен болып, осы бір сағаттың ішінде маған
жәнегі компания тарапынан мені прямой эфирға ұсынып, сіздермен өзімнің қазіргі таңдағы жетістігімнің жеткен жолдарын аз уақыттың ішінде бір өзімнің хотя бы өткен белестерімнің жетуіне сіздермен бөлістім. Қалай жеттім, немен жеттім, кімдермен жеттім, қандай кедергілер болды, өйткені енді адам баласы болғаннан кейін бұл өмір қателіктерден және ақ пен қарадан тұрады ғой. Әркез сіздің бизнесіңізде де сондай. Әркез сізде ақ жол бола бермейді. Ақ пен қара ол бірге жүреді. Бірақ та опыт дейді ғой. Жүре келе адамда жәнегі сөйлеуге шешен болады. Жүре көре көсем болады деген сияқты. Мен де өзім қазіргі осы аз уақыттың ішінде жетістіктеріме жетіп жатқан, белестерді бағындырып жатқанның бірден бір жәнегі принциптері дейді ғой, ерекшеліктері. Осы жәнегі сіздерге айтқан, бөліскен құралдарым. Сондықтан да барлықтарыңызға қайырлы түн болсын. Барлықтарыңызға ертеңгі жәнегі жол жүрем деп чемоданный настроениемен дайындалып жатқан бренд серіктестерге сіздерді тағы да бір рет құттықтаймын. Сіздер мықтысыздар, сіздер нағыз көшбасшысыздар. Осы New компаниясының дамып өсуіне, жетілуіне жәнегі әр адам өз тарапынан үлесін қоса беретін болса, компания үлкен жетістіктерге жетеді, үлкен белестерді бағындырады, әлемді бағындырады. Сондықтан да барлығымыз жәнегі жұмыла жұмыс жасайық. Барлығымыз компанияның өсуіне өз үлестерімізді қоса берейік. Жетістіктер жәнегі барлықтарыңыз оңай. Енді оңай деп айта алмайсыз, әрине. Оңай еш нәрсе болмайды. Оңайшылықпен ақша да келмейді. Сондықтан да барлықтарыңыздың істеп жатқан бизнестарыңызға, дөңгелетіп жатқан бизнестарыңызға табыс тілеймін. Командаларыңыз өсе берсін. Үлкен белестерді бағындыра беріңіздер. Мен сияқты партнерский советқа кіре беріңіздер. Мен жасаған, адам жасаған осындай бір жетістіктерді адамның жасаған адам жасай алады. Сондықтан да барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Алла жазса, тағы да бір эфирлерде кездесетін боламыз. Ертеңгі жолаушыларға жолдарыңыз ақ болсын, сәттілік тілеймін. Түндеріңіз тыныш, аман есен кездескенге Алла тағала нәсіп етсін. Сау болыңыздар.